Мен жоғары Жамбыл медициналық колледжінің мейіргерісі пәні оқытушысы Кудибаева Эльмира Жандарбековна сіздердің назарларыңызға мұрын қуысын күту алгоритмін ұсынамын. Мақсаты пациенттің жеке бас тазалығын сақтау, мұрын мен дем алудың бұзылуының алдын алу, қолдану көрсетімдері пациенттің ауыр жағдайы, мұрын қуысындағы қатып қалған қабыршықтардың және шырышты бөлінудің болуы. Дайындаңыз. Залалсыздандырылған мақта туындаларын, мензурканы, пинцетті, вазелин майын, лоток, қолғаптарды, бір рет қолданылатын салфетканы, ішінде залалсыздандыратын ерітіндісі бар ыдысты, қауіпсіз жоюға арналған контейнер. Іс-әрекет алгоритмі. Пациентке ем шара барысын түсіндіріп, оның келісімін алыңыз. Қолыңызды сабынды сумен жуыңыз. Қолға киіңіз. Науқастың басын сәл аздап артқа қарай шалқайтып, фаулер қалқын беріңіз. Пациенттің кеудесіне салфетка жабыңыз. Сол қолдың 4-ші саусағын науқастың маңдайына қойып, ал бас бармақпен мұрынның ұшын көтеріп, кеуіп қалған қабыршықтардың барлығын қараңыз. Мұрын жолдарындағы құрғақ қабыршықтарды жұмсарту үшін мензуркаға залалсыздандырылған вазелин майын құйыңыз. Турунданы пинцеттен алып, вазелин майымен ығалдаңыз. Мензурканың шетіне аздап сығыңыз. Оң қолыңызға турунданы алып, жеңіл айналмалы қимылдармен мұрын жолына енгізіңіз. Және оны 2-3 минутқа сол жерде қалдырыңыз. Мұрын жолдарынан турунданы айналмалы қимылдармен шығарып алыңыз. Тура осындай реттілікпен мұрын жолын тазартыңыз. Қолданылған салфетканы, турундаларды, қауіпсіз жоюға арналған контейнерға салыңыз. Пинцетті, мензурканы, залалсыздандыратын ерітіндісі бар ыдысқа салыңыз. Қолғапты шешіңіз. Қауіпсіз жоюға арналған контейнерға салыңыз. Қолыңызды жуып кептіріңіз. Назарларыңызға рахмет.